отырып алып с утра до вечера қазақша сөйлеп жазатын адамдар просто мне интересно. Чем вы занимаетесь өмірде? Кімсіңдер сендер вообще? Біздің елдің аты Қазақстан, президент Қазақстан, министр Қазақстан, әкімдер Қазақстан, қазақ. Мектептің бәрінде қазақша оқып жатыр. Қазақша сөйлеуге ешкім запрет беріп жатқан жоқ. Күл ауылдың бәрі, қаланың бәрі, мектептер жұмыс істеп жатыр. Қазақша кітаптар бар, қазақша программа бар. Жаңалықтар қазақша сөйлеп жатыр. Наоборот, біз басқа тілді білімсіз болып баратырмыз. Біз сол үшін надо беспокоиться. Біз білімсіз болғаннан кейін, мен төбелесіп жүрмін білімсіз болғаннан кейін. Сендер білімсіз болғаннан кейін отырып алып қазақша сөйле деп қуып отырсыңдар эфирді. Біреулер вообще не істеп жүрген өзі білмейді. Бәріміз жынды болып жүрміз да. Егер біз білімді болған кезде маған зачем төбелесіп? Сендерге зачем мынандай біреудің эфиріне кіріп алып Путин қазақша сөйле, мынаша сөйле деп бір-біріміздің қатын сияқты аузымызды аңдып. Зачем? Сол үшін, наоборот, білім, оқыңдар, екі қазақ ағылшынша сөйлеп баратса, екі қазақ қытайша сөйлеп баратса, мен қуанам. Біле, қазақтар красавчик екен, дамыған екен деймін де. Сендер білмеймін, не ойлайтындар, сендер немен айналысасыңдар осы? Отырып алып с утра до вечера қазақша сөйлеп жазатын адамдар просто мне интересно. Чем вы занимаетесь өмірде? Кімсіңдер сендер вообще? Дұрыс па? Қуаттікі дұрыс емес па?